яғни көп өлшемді корреляциялық және регрессиялық талдау. Бұл жұмыс көп айнымалар арасындағы байланысты зерттейтін статистикалық әдістерге арналған. Яғни бір емес, бірнеше фактордың нәтижеге әсерін қарастырамыз. Мақсаты айнымалар арасындағы байланысты анықтау, нәтижеге әсер ететін факторларды табу, болжам жасау. Және де бұл талдаудың негізгі мақсаты әртүрлі факторлардың бірін-бірімен және нәтижемен қалай байланысатынын анықтау, және сол арқылы болжау жасау. Корреляциялық талдау айнымалар арасындағы байланысты өлшейді, яғни байланыс күшін көрсетеді, -1 мен +1 аралығы бағытын анықтайды. Корреляциялық бізге екі немесе бірнеше айнымалының қаншалықты тығыз байланысты екенін көрсетеді. Егер мән 1+ болса, минус күшті оң байланыс, -1 болса кері байланыс болып есептеледі. Яғни көп өлшемді корреляция бірнеше фактор бір уақытта қарастырылады. Матрица түрінде беріледі, күрделі жүйелерді талдауға көмектеседі. Және де көп өлшемді корреляцияда бір ғана байланыс емес, бірнеше айнымалының өзара бір уақытта зерттеледі. Ол көбіне матрица түрінде көрсетіледі. Регрессиялық талдау, яғни тәуелді және тәуелсіз айнымалылар болады. Математикалық модель құрылады, болжам жасауға қолданылады. Регрессия бір фактордың басқа бір факторға қалай әсер ететінін көрсетеді. Мысалы, бағаға жарнама, сапа және бренд әсер етуі мүмкін. Көптік регрессияда бірнеше тәуелсіз айнымалы бір нәтижеге және әсер етеді. Модель арқылы нақты математикалық теңдеу құрылады. Қорытындылай келе, бұл әдістер экономикада және де маркетингте және де ғылымда өте маңызды. Олар нақты деректерге сүйеніп шешім қабылдауға мүмкіндік өте көп береді.